2016 жылдың 14 қаңтарында еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күнін алғыс айту күні деп жариялаған болатын. Бұл күн ең алдымен ынтымақтастықты ұлықтау күні, сондай-ақ кеңпейілділік пен мейірімділікті, қолда бармен бөлісу сынды істерді асқақтататын сәт. Өзге ұлт өкілдерінің бүгінде кеңпейілділігі, даналығы мен қонақжайлығы үшін қазақ халқына жолдаған алғысына куә боламыз. Бұл мереке біздің ортақ тарихымыздың символы. Қазақстан халқының жалпы ұлттық бірлігінің, құрметі мен ынтымақтастығының күні. Бүгінде еліміздің әр түкпірінде миллиондаған адамдардың өз ұлттық ерекшеліктерін сақтай отырып, бақытын тапқан, өз отанына айналған киелі қазақ жеріне деген құрметін байқаймыз. Тағдырдың ауыртпалығына мойымай, қайсарлық пен жігерліктің арқасында біз бүгін елімізде бір-бірімізге деген ризашылығымызды білдіруге мүмкіндік алып отырмыз. Абай айтқандай, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп қабылда деген сөзінің жүгі қаншалықты ауыр екенін байқаймыз. Қазақ жеріне өзге ұлттардың қоныс аудару кезінде олардың кешкен ауыр да азапқа толы тұрмысын көреміз. Вот, я казак. Мен қазақпын. Сендер кімсіңдер? Біз кәріспіз. Кәрістер? О, Құдайым-ай. Бұлардың бәрін қайда орналастыра берді? Қиын жолдарда аман келеміз, асыл заман саған сенеміз. Сондай қиын кезеңде Қарағанды жері көптеген ұлттар мен ұлыстарға пана болып, екінші үйіндей болған. Солардың бірі Ахико Тецура. Ахико Тецура Қарағанды облысына қарасты Ақтас деп аталатын ауылдың тұрғыны. Ұлты жапон. 15 жасында тағдырдың айдауымен жазықсыз жазаланып, Қазақстанды Карлаг түзету лагерінде балалық шағын өткізген жапон баласының түрмеде өткен азапты ғұмыры еске түседі. 2017 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры Токиода Ақтастағы Ахико спектаклін жапон көрермендерінің назарына ұсынған болатын. Бұл отандастарымыздың күншығыс елінде қойған алғашқы драмасы еді. 2016 жылы Ахико Тецура жайлы спектакль Қарағанды қаласындағы Станиславский атындағы театрда көрсетілген болатын. Жары Еленамен бірге өзі туралы спектакльді тамашалап, көзіне жас алған. Әке, анашым! Әке, мен мұндамын! Әке! 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 Анашым! Анашым! Мен мұндамын, анашым! Әке! 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 Мен мұндамын! Әке! Анашым! Сағалиді күн суық. Әскерилерден қалған күртешені тауып киіп, жағалауда тентіреп жүргенімде орыс әскері ұстап алып, абақтыға қамады. Бірден жапон тыңшысысың деді. Мен олай емес екенін түсіндіруге тырыстым. Бірақ көп ұзамай шындықты айтқаннан гөрі жапон тыңшысы болғанның анағұрлым қауіпсіз екенін ұқтым. Осылайша мен тергеушілерге қарсыласқанды тоқтаттым. Олар маған қалың папка ашып, бума-бума қағаз арнады. Мен бәрімен келістім. Карлагтың қапасында 50 мыңнан астам жапон отыр. Еңбек етті. Өмір үшін күресті. Солардың бірі мен едім. Карлагқа түскенде жасым 15-те болады. Карлаг, тажал машина. Жаңа туған сәбиден бастап, еңкейген мүгедек кемпір шалға дейін шимірікпестен жұтады.
2021 жылы кинотеатр Саржайлау ұжымы барлық ұлттар мен ұлыстарды біріктіретін халықтық ассамблея мүшелерінің елімізге жолдаған алғысы жайлы арнайы жоба дайындаған болатын. Дорогие друзья, соотечественники, нам в этом году 30 лет. Древняя земля Сары-Арки, древняя земля Казахстана, горы, леса, озера, они помнят очень многое. И мы на этой земле, сохраняя память, сохраняя традиции, живем в условиях независимости. И вот эти 30 лет – это 30 шагов к осознанию того, что такое родная земля в душе каждого из нас. И мы, разные этносы, живущие на политой кровью, потом наших предков в земле, склоняемся в глубоком поклоне благодарности. В память о народе, который приютил в страшные годы депортации, репрессий, в тяжелые годы, когда самим не хватало лишней крошки хлеба. Людей из разных уголков, людей с разными судьбами получили поддержку на казахской земле. Люди получили тот кусок хлеба, который спас их жизнь. Люди, наконец, получили дружбу, крепкую руку. И это не только спасло их, а позволило дальше жить, развиваться, растить детей, дать им силы для полета. И поэтому, наверное, наши дети, внуки сейчас говорят на многих языках. Вот за это мы благодарим их, благодарим себя, благодарим наших родных, благодарим эту землю. С праздником вас, дорогие друзья! Силы, бодрости, здоровья, энергии. Будем жить, будем растить детей, будем оберегать нашу землю. Дорогие казахстанцы, уважаемые карагандинцы, мы вступили с вами в год 30-летия независимости Республики Казахстан. 1 марта – День благодарения казахскому народу от всех этносов. Это праздник милосердия, праздник дружбы и любви всех казахстанцев. Слушая рассказы своих матерей и отцов о трудности в пути при депортации, о потерях детей и родных, о шоке, который они испытали, когда их выгрузили на голую землю без жилья, сердце замирает, невольно на глаза наступают слезы. И вот в этот тяжелейший момент местное население, казахи, протянули руку помощи. Они делились хлебом, чашкой кипятка, к своему очагу тепла приводили стариков, женщин, родивших малышей, сирот усыновляли в свои семьи. Конечно, это все в нашей памяти. В памяти не только головы, но и в памяти нашего сердца. Поэтому, зная об этом, в год 30-летия празднования существования нашего этнокультурного объединения председатель Лилия Михайловна Ким предложила поставить памятный знак благодарности корейцев области казахскому народу. Этот знак большой любви к людям, которые оказали поддержку нашим матерям, родителям и дедам. Он создан с историческим подтекстом. И с участием общественности состоялось торжественное открытие этого памятного знака в Центральном парке города Караганды. От имени Совета старейшин я хочу поздравить всех с наступающим Днем благодарности. Это праздник милосердия, праздник взаимопомощи, праздник дружбы всех казахстанцев. Я желаю всем здоровья, радости в жизни, тепла в доме и всех благ. Qimmatli do'stlar,
Дакия румын мәдени орталығы атынан мен сіздерді алғыс айту күнімен құттықтаймын. Так сложилось, что Караганда сегодня является центром межкультурного диалога. И эта история, которая говорит и рассказывает о том, как появились многие народы и этносы в нашей области, конечно же, заслуживает отдельного внимания. В день празднования Дня благодарности, в день создания Ассамблеи народа Казахстана принято говорить друг другу слова благодарности. Благодарить за тот мир и согласие, которые царят в нашем обществе. Говорить спасибо нашим родителям, нашим друзьям, нашему народу. Наш центр уже на протяжении 15 лет занимается работой по возрождению румынской культуры, по пропаганде казахской культуры и изучению государственного языка. Мы успешно представляем казахскую национальную культуру на международных фестивалях в Румынии, Сербии, Молдове, Украине. Мы с гордостью носим имя казахстанцев. Ламульцань, драч приятель. Мои родители разделили судьбу чеченского и ингушского народа. Когда чеченцев и ингушей выслали в Казахстан, им было всего лишь по 4-5 лет. По их рассказам, первые месяцы от голода, холода, от болезней и скуки по родной земле больше половины наших родственников умерло. Остальные выжили благодаря помощи и дружбе казахского народа. И по прошествии уже около 80 лет я от имени своих родителей, от имени своих земляков еще раз хочу сказать эти слова. Рахмет и поклон нашим братьям-казахам. Сондай қиын заманда қазақ елі өзге ұлт басына қара бұлт төнген сәтте оған қайыспай, иық тіресе ауыртпалықты бірге көтере білді. Бүгінде еліміздің түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне айналды. Мерекенің ешбір дінмен байланысы жоқ. Адамдар тек қана әрбір күн сайын не үшін рахмет айту керек екендігін ойландыратын мереке. Алғыс айту күнінде барлық қазақстандықтарды ұлтқа, дінге, тілге бөлінбей бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатқанымыз ауызбіршіліктің арқасы. Осы орайда барлық қазақстандықтарға рахметімізді білдіріп, алғысымызды айтамыз. Алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Mes вяртунами драугисте. Мехелет лекулам, шалом, вецлаха. Мир і злагода – наша головна цінність. Wir sind glücklich, dass wir in Kasachstan leben. Yaşa ve ucalt benim Kazakstanım. Kazakhstan salamlarım Tonilhan pek sonimnida.